Қазақстанда телефон ұрланса, оны қайтарып алу мүмкіндігі қандай? Қазақстанда телефон ұрлығы 16%-ға төмендеді деп хабарлайды полиция кезет. Бүгінде ұялы телефондар тек байланыс құралы ғана емес, сонымен қатар жеке деректерді, қаражат пен банк карталарын сақтауға арналған платформа. Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша смартфондар, әсіресе қымбат модельдер ұрлықтың нысанасына жиі айналады. Олардың кейбірінің құны шамамен 1 миллион теңге болады. Статистикаға сәйкес, биылғы жылдың 10 айында ел бойынша 9 мыңнан астам телефон ұрлығы тіркелген. Бұл былтырғы тіркеуден 16%-ға төмен. Бұл ретте табылып, иелеріне қайтарылғаны 4 мыңнан астам. Ұялы телефондарды ұрлауға қарсы іс-қимыл бойынша қабылданып жатқан шараларды жетілдіру мақсатында ведомство бірқатар ұйымдастырушылық және заңнамалық бастамаларды іске асырып жатыр. Мысалы, СДИА-мен бірлесіп қылмыстық жолмен алынған телефондардың қайталама айналымын болдырмау мақсатында байланыс туралы заңына өзгерістер енгізілді. Соған сәйкес, абоненттік құрылғыларды тіркеу қағидалары әзірленіп бекітілді. Ережеге сәйкес, барлық ұялы телефондар AMS схемасы бойынша тіркелуі керек. Егер бұл байлам бұзылған болса, бұғатталуы керек делінген хабарламада. Ішкі істер министрлігінің криминалдық полиция департаменті басқармасы бастығының орынбасары Жандос Батырбеков бүгінгі таңда телефон ұрлығының төмендеу үрдісі байқалып, олардың ашылу деңгейі артып келе жатқанын атап өтті. Нәтижесінде соңғы 3 жылда ұрланған телефондар санының 22 бүгін 11%-ға, қалта ұрлығының 57,7%-ға төмендеуі байқалды. Мұнда ұялы телефондар да қол сұғушылықтың нысанасына айналып отыр. Бұл қылмыстардың ашылуы 90% деңгейінде қалады. Сондай-ақ ұялы телефондарды ұрлауға қарсы іс-қимыл мақсатында полицейлер оларды сатып алу және өткізу орындары бойынша жедел профилактикалық және рейдтік іс-шаралар жүргізеді. Базарлар, сауда үйлері мен орталықтары, бутиктер, жөндеу шеберханалары тексеріледі. Телефон ұрларының құрбаны болмас үшін тәртіп сақшылары бірнеше қарапайым ережелерді сақтауды ұсынады. Телефонды киім мен сөмкелердің сыртқы қалталарына салмаңыз. Телефон жатқан сөмке жабық екеніне көз жеткізіңіз. Телефонды қараусыз қалдырмаңыз. Телефонды көлікте көрінетін жерде қалдырмаңыз. Панельде, орындықта және т.б. жоғалған телефонды табу үшін Android жүйесі бар телефондарға арналған құрылғыны табу және iPhone үшін локатор құрылғыларын іздеу қызметін пайдаланыңыз. Онда смартфонды жоғалған деп белгілеу керек. Сізбен байланысуға болатын досыңыздың немесе туысқаныңыздың нөмірі бар хабарламаны экранға шығарыңыз. Мәртебелі тыңдарман, телефоныңызға сақ болыңыз. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеген әлде қайда жақсы. Айтпақшы, сіз өміріңізде телефон жоғалтып көрдіңіз бе? Және оны тауып қайтарып ала алдыңыз ба? Комментарийге жаза кетіңіз.